Мен шашадым ей. Мына біздің үйге бар ғой, қолымды ұзартатын адам керек. Мен тоқал алмаймын. Ой, саған айтып жатқан жоқпын, дәмесін зорын қараш. Тоқал алмаймын деп қояды ғой. Мына балаға айтамын, қашан келін әкелесің? Қашан қолымды жылы суға малып отырамын деймін. Балам, мамаң, анаң дұрыс айтады. Сен үйленсең, көп нәрсе үйленесің. Мен мамаңа үйленгелі бері өзім тамақ істеймін, кір жуам, үй жинаймын, және мұсыр тастап келем. Айтшы. Я. Мама, папа, болды. Әңгімені тоқтатайықшы. Қыз деген есіктен келе қалмайды ғой. Мама, көршіңнің қызымын дейді. Сәлеметсіздер ме? Сізде тұз бар ма? Я, бізде тұз бар. Ал сенде жігіт бар ма? Жоқ. Ой, айналайын. Кел отыр. Неғып тұрсың? Ке. Көршінің қызымын дейсің бе? Жоқ, рахмет, анау сіз салайын. Көрдің бе? Қазақтың салт-дәстүрін біледі. Мына қазіргі жастар бар ғой. Салт-дәстүр түгілі, мына өзінің жеті атасын білмейді ғой. Мен өзімнің жеті атам түгілі нағашыларымның, жұмыстастарым, тіпті ана үнді сериалында Пратханың жеті атасын білем ғой. Ойбай, сен сол сериалды қарайсың ба? Иә. Оны қарасаң айтшы, мына Лакшмидікі дұрыс па, не Матхудікі дұрыс па? Әрине Матхудікі дұрыс, жұрт айтса айта береді. Құдай, неужели мен көктен іздеген жерден табылды? Неужели мен өзім сыңарымды таптым? Сен қыз бар ғой, мен саған кастинг жасамаймын. Сенің шай құй алатынға 100% гарантия беремін. Кел отыр, шай құй. Сізге сүтпен ба, сүтсіз ба? Маған сүтпен. Мына қыздың пысығын қараш. Көрдің бе? Бұлай береді. Бұлай шай құйған қыздың тамақтың түрін жасайтын келін шығады. Мен бар ғой, сен тамақ істейтінге күмәнім жоқ. Рұқсат болса мен тұра берейін, тұз бар болса. Ойбай, неге асығасың? Қой, отыр, тұз табылады ғой. Мына бар ғой, сен адаммен тез тіл табысады екенсің, я? Мына біздің Атырау жақтан ағашыларымыз бар. Мінезі тік. Незәт дейді? Қасқа туысқандарыңыз алыста тұрады екен ғой, я? Ал мынау Тайлақжанның бөлелері бар. Алыс, туған емес, Павлодар жақта тұрады. Да вы что? И там у вас родственники есть? Ойбай, мына қыз любой жердің қазағымен сөйлеседі ғой. Келінжан, ұзын сөздің қысқасы, мына Тайлақ екеуінің списктарында жаза берейік бүгіннен бастап, я? Қайдағы Келінжан? Қайдағы той? Қайдағы списк? Менің күйеуім бар? Ойбай, жаңа ғана жігітім жоқ деген едің ғой? Сіз жігітің бар ма дедіңіз ғой? Жігітім жоқ, күйеуім бар деп айтуға үлгермедім. Бәсе өз мына не деген опытын үйде отырмын. Ойбай, онда сен не үйленсең, қолында сақинаң жоқ? Сен бізді алдап отырсың ғой? Жүзікті ломбардқа өткізіп жүргенбіз. Ломбардқа өткізім дейді. Соны бізге ұялмай мақтаныш қылып айтып отырсың ба? Үйленсең күйеуінің қасында отырмайсың ба? Не бар көшеден ырбындап, тұз сұрап? Кет бар жоғал үйіңнен. Сонымен тұз бар ма? Жоқ. Көршінің қызы керемет еді. Күйеуі оның жақсы адам еді. Мына үйден неге кетеді? Мама менің жақпаған. Өзің ғой қызды таба алмай жүрген, жаба аузыңды.